بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Тәжвид дәрістерін ары қарай жалғастырамыз. Өткен дәрісте мемге байланысты 3 ереже өттік. Бұл дәрісте келесі бетте идғам мутамассилайн, идғамул мутамассилайн деген тақырып. Екі бірдей әріптің қосылып кетуі деген тақырып қой. Қараңыз енді. Бірінші ережені оқиық. Екі бірдей әріптің қосылып шаддалы оқылуына идғам мутамассилайн делінеді. Біріншісі сукунды, екіншісі харакатты. Екі бірдей әріп бір жерде қатар келген жағдайда идғам мутамассилайн болады. Яғни шаддалы оқылуы уәжіп дейді. Енді бұл өте не ғой? Түсінікті мынау. Андай екі бірдей әріп келеді. Андай бірінші сукунды, екінші харакатты келеді. Сол екеуі қосылып жазылады, қосылып оқылады. Ғарабат тақридухум деп оқылады. Енді қосылып шаддалы оқылады. Қад дахалу. Өте оңай. Екі бірдей әріп келеді. Екі бә, екі та, екі дәл, екі зәл, екі кәф, екі ләм мысалға да. 28 әріптің кез келген әріпі қатар бір жерде екі рет келсе, бірінші сукунды, екінші харакатты келсе, міндетті түрде бірінші сукунды, екінші харакатты келсе, осы харакатты кейін сукунды келсе емес, бірінші сукунды келу керек, кейін харакатты келу керек та, осы тәртіпте. Сонда ол осы ереже, яғни идғамул мутамассилайн деген ережеге түседі. Ол шаддалы оқылады. Бәлләджу деп оқылады. Юдриккумул мауту. Енді ол түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тақырып төменде идғамул мутажанисайни. Бұл тікелей аударсақ жынысы бірдей әріптерді қосып жіберіп оқу деген сөз. Яғни бұл бірінші ережесін бір оқушыға бір жерден дыбысталатын бір-біріне жақын екі бөлек әріптің идғамы, екі бөлек әріптің қосылып кетуі, яғни идғамы деген қосылып кетуі, яғни шаддалы оқылуы идғам мутажанисайни деп аталады. Біріншісі сукунды, екінші харакатты, махраждары бірдей екі бөлек әріп бір жерде қатар келген жағдайда идғам мутажанисайни болады. Бұл екі әріпті идғаммен оқу уәжіп. Енді бұл ережесінде түсініксіз болуы мүмкін, бірақ енді қазір түсіндірем. Өте оңай мынау негізі. Жалпы мына кітапта қиын нәрсе жоқ. То, дәл, та әріптері бірінен кейін бірі сукун, біреу сукунды, екінші харакатты келсе, онда бір-біріне кіріп кетіп оқылады. Мысалға, вақалат тоифатун. Тәден кейін то кеп тұрды. Тә сукунды, то харакатты кеп тұр. Тәден кейін то кеп тұр, міне. Қараңыздар. Мына үш әріптің екеуі кеп тұр. Тә, одан кейін то кеп тұр. Сукунды, кейін харакатты. Сонда вақалат то деп, тә тоға кіріп кетеді, вақалат тоифатун деп оқылады. Тағы да мә'абадтум. Дәл кейін тә кеп тұр, көрдіңіз бе? Мына екеуі. Бірінші дәл сукунды, кейін харакатты кеп тұр. Бірінші сукунды, кейін харакатты келу керек. Сонда қосылып мә'абадтум деп дәл кіріп кетеді. Өйткені дәлден кейін тәні айту қиында, мә'абадтум деп айту қиын. Қайта тілге ол бірінен кейін бірін айту қиын, өйткені әріптің екеуі де бір жерден шығып тұрды. Бір жерден шығып тұр, тілді бір жерге тигізу керек та, екі әріпті айтқанда. Сонда қайта бір жерге тигізу қиын келгендіктен мына жерде әріптер бір-біріне кіріп кетеді. Тағы бір ескерту, бір жерде тура осы көрсетілген тәртіпте кіреді әріптер. Яғни тә тоға кіріп кетеді, то тәге кірмейді. Керісінше емес та, тә әріпі то әріпіне кіреді. Ал дәл әріпсі тәге кіріп кетеді ғой. Бұлай да мысалы. Дәл тәға кіреді. Ал тә болса то әрпіне кіріп кетеді.
Тура осы көрсетілген тәртіпте ғой. Керісінше емес. Та әрпі, та әрпіне кіріп кетеді. Вақалат таифатун, вақалат таифатун деп оқылады. Мa'абадтум дегенде мa'абадтум деп та екеуі оқылып кетеді. Ал дәл болса тәға кіріп кетеді, жаңа айтқанымызда, иә. Тура сол сияқты ғой мына екеуі де. Са, зәл, за әріптері. Елхәс, зәлика. Ол са, зәліға кіріп кетеді да, елхәс, зәлика болып кетеді ғой. Зәл, саға кірмейді. Тура ona көрсетілген тәртіпте са, зәлға кіреді. Келесі, из заламу дегенде, из заламу деп оқисыз. Яғни, зәл әріпі, за әріпіне кіріп кетеді. Қарасаңыз, тура осы көрсетілген тәртіпте. Керісінше кірмейді ешқандай. Тура, зәл, заға кіреді. За, зәлге кіріп кетпейді. Жақсы? Бұл да түсінікті. Енді келесі, мим мен бә. Мим мен бә екеуі де ерінде тигізіп айтамыз. Мим, бә, ерінде тигізбесеңіз айта алмайсыз. Сондықтан иркәб мағана деген жерде, иркәб мағана дегенде иркәм мағана деп оқисыз. Бә мимге кіріп кетеді. Өйткені бәден кейін мимді айту қиын. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын, иншалла. Түсініксіз болса сұраңыздар. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін, ілімдерімізді арттырсын. Аллахумма ла сахла илля ма жағалтаху сахла ва анта тажалул хазана иза ши'та сахла.